Бүгін тағы да ой үстінде отырмын. Қандай тақырыпқа өлең жазсам екен? Махаббат, туған жер, әлде басқа тақырып па? Осы кезде мұғалімнің сөзі мені елең еткізді. Немене? Басқа көп нәрсе келмей тұр ма? Шабыт кірмей отыр ғой, Шабыттың көкесі негізі сендерге дәріс беріп жүрген мұғалімдер, тәрбие беріп жүрген мұғалім. Сол мұғалімдер жөнінде өлең жазып көрші. Ертең 5-ші қазан күні ол кісілердің көп мерекесі, сонда оқып беретіндей бір өлең жазып көрші, көрейік. Ұстазымнан тапсырма алдым. Тақырып белгілі. Параққа тақырыпты жазып қана қойдым да шабыт іздедім. Ұстазыммен кітапханаға баруды жөн көрдім. Бірақ кітап бетін парақтап жаңаша ой түйдім. Сөйтіп бірден өлең жазуға кірістім. Шабытыма шабыт келіп қосылғандай. Расымен, неге осы уақытқа дейін ұстаздар туралы өлең жазбағанмын? Ендеше өлеңімді құлақ түріп тыңдап көріңіздер. Ұстаздарыма арнау. Сізге қарап көп нәрсені ұғамын. Екінші анам мектептегі мұғалім. Сіз бір теңіз шапқылатқан жан-жаққа, тау суындай таза мөлдір бұлағын. Сол бұлақтың бірі менің қарғыған, алаш жұртым ағысымен таңғылам. Тау мен тасты бұзып өтем екпінмен, бөгеп шықса мақсатымның алдынан. Мен өйткені сізден білім аламын, арман қуған, мақсат қуған баламын. Әнді айтып, биде билеп беремін. Қалам ұстап, жақсы өлеңдер жазамын. Сізге қарап, жүріп тұрғым келеді. Бағдаршамдай бапкерімсіз себебі, ең алғашқы естелігі болсыншы шәкіртіңіздің мына жазған өлеңі.